Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгінгі жүргізушілеріңіз мен Сабина. Бүгін бізде ұстаздар күніне арналған арнайы шығарылым. Бізде ерекше қонақ, университетіміздің түлегі, абыройлы мамандықтың иесі. Өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Тоқтаған Жұлдыз Оқанқызы мен есімім. Мен 2010-нан 2014 жылдары осы университетте оқып бітіргенмін. Қазіргі таңда 4-ші жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі боламын. Ал мұғалім мамандығына қалай келдіңіз? Қалай бұл таңдауды жасадыңыз? Бұл ойламаған жерден болған. Мен негізі қазақ тілі әдебиет таңдамақшы болғам. Соған түсем деп келдім. Бірақ осы бастауыш сынып оқыту мамандығы бар, осыған келіп түсіңіз деп маған осында істейтін мамандар ұсыныс берді. Жарайды, көрейін, өйткені қазақ тілде әдебиет оқуда осы бастауыш сыныпта бар ғой. Сол себепті сол мамандық таңдап келдім. Бірақ бірінші семестрден кейін ауысам деп ойладым. Яғни қазақ тілі әдебиетке. Анда келдім. Кәдімгі біздің бастауыш сынып мұғалімдарын, яғни бізді оқытқан ұстаздарымыздың барлығына, яғни өзіме ұнап кетті. Бастауыш сынып оқыту маған ұнап кетті, бастауыш сынып мұғалімі болып. Қазақ тілі мен алшақтай бастадым. Ауысам деген ойым бірден ауысты. Бастауыш сыныпты осылай аяқ асты өзі бір қызықтармен бастаған болатын. Қазіргі таңда өзіме қатты ұнайды осы мамандығым. 11 жыл болды істеп жүргеніме. Өзім таңдауыма қателеспеймін. Ал университетте алған біліміңіз мектепте жұмыс істеуге қалай көмектесті? Қандай пәндер немесе мұғалімдер ерекше әсер етті? Университетте алған біліміміз, білім алмасаң мұғалім болу мүмкін емес сияқты. Ол үшін әрине біліміміз жақсы көмектесті, жақсы жақтардан көмектесті. Өз-өзімізге сенімді болуға және біліп тұрған нәрсемізді жеткізе білуге көмектесті. Есте қалған мұғалімдер ма? Алтынбибі Болотқалина болды бізде. Содан кейін Динара Ерденбековна, ол кісі біздің кураторымыз болды. Шолпан Оралғалиевна болды. Тағы басқа мұғалімдер. Ол кісілер өзі мінездермен сабақ беруге деген. Содан кейін ренжімесін, есімін ұмытып қалдым. Қазақстан тарихынан беретін Айгүл деген мұғалім болды. Ол кісі өте менді білімді кісі. Бізді бір көргеннен танып қоятын ғой. Бірінші курста оқып жүрген кезде қаншама студенттер болды. Бәріміз атымызбен атайтын барлығын. Сол басқа. Ал жұмыс жасап бастаған кезде қандай қиындықтар орын алды? Және егер сол кезге қайтадан орала алатын болсаңыз, өзіңізге қандай кеңес берер едіңіз? Мен жұмыс бастаған кезде осы біз стажерден өткен жеріміз өзімнің осы істеп жүрген мектебім болды. Біз 4 жыл бойы сол мектептен стажерден өттік. Маған өте қиынға соққан жоқ. Өйткені сол жерде мұғалімдердің тәжірибе алдым, мұғалімдер таныдым, қазіргі істейтін мен әріптестерім, яғни сол жерге бардым да, үйреніп қалған жеріме барып түстім, қатты қиынға соққан жоқ. Қиындықтар жоқ, олай өкінетіндей, яғни қайттан қалпына келтіретіндей жағдайлар болған жоқ. Ал мұғалім ретіндегі бір күніңіз қалай өтеді? Сабаққа дайындалу бар, сабақтың өзінің өтуі бар, бір дайындайтын қысқа мерзімді жоспары бар, көп жоспарлары бар ғой. Сонда бір күніңіз қалай өтеді? Әр күніміз өзі қайталанбай ғой бізде. Күнделікті сол берген сабағымызды қайтадан келесі күнге дайындау, әр сабақтың өзі мақсаты, өз жеке қысқа мерзімді жоспар барлығын құрамыз. Арпалыспен жағын таласып дайындалу, өйткені қазіргі таңда балаларды қызықтыратын материалдар өте көп керек. Балалардың тез жалығады балалар. Сондықтан әр күні әр түрлі балаларға қазіргі қызықтыратын ақпараттармен ойластырып, құрастырып жанталасқан өміріміз. Ал балаларды күнделікті бір нәрсемен қызықтыру керек деп қалдыңыз. Қазіргі таңда барлығы көптеген бір жаңадан методикалар іздеп, әртүрлі балаларды қызықтыруға тырысады ғой. Сіз балалармен жұмысты қалай жасайсыз? Бір балалардың көңілін қалай аулауға болады? Қалай жұмыс жасаймыз осы нәрсемен? Әр бала өзі жеке ерекшеліктері бар өздерінің. Қабылдауы да әртүрлі, ол жеке баламен тіл табысу да әртүрлі, әр баланың мінезі әрқалай. Оларға
тіл табыса білу керек, баланың ішкі жан дүниесін білу керек, баламен сырласа да білу керек, балаға досың да, сырласың да, анасы да, мұғалімі де барлығы жан жақтан болу керек қой балаға. Егер баламен сырласа білмесең, сен мұғалім болып та қажет емес сияқты. Өйткені бала сені жақсы көру керек, бала сені жақсы түсіну керек, сені келіп тұрған кезде қуана қарсы алу керек қой. Ал егер де балада қызығушылық болмаса, ол мектепке де келгісі келмейді. Қазіргі таңда неше түрлі ақпарат, жаңа жасанды интеллект сияқты балаларға қызықтыратын неше түрлі, біз қазір барлығы цифрлы болып кетті ғой. Барлығын жан-жақты әр сабағымызды өзі қызықтыратындай материалдармен жасаймыз. Мысалға, жаратылыстану сабағын алайық. Оған кәдімгідей қолмен бала көретіндей, ұстайтындай етіп материалдар дайындауға тырысамыз. Және экраннан қараған кезде ол жан жағын тек қана сурет ретінде емес, жан жағын ұстап көретіндей, бала соны жанында жүретіндей етіп сабақтарды дайындауға тырысамыз. Яғни қазіргі таңда барлығы цифрлы. Яғни жан жақты неметіп. Мұғалім баланы кіріп келе сала көзінен ақ көңіл күйін, ішіндегі толғанысын түсінеді дейді ғой. Бұл қалай жүзеге асады, бұл нәрсенің сыры неде? Балалар уже біліп тұрады сіздің мінезіңізді, яғни көңіл күйімізді, қас қабағымызға қарап тұрады ғой. Біз де балалардың бірден қандай екенін көріп тұрамыз. Енді бір-бірімізді түсіну деп ойлаймын. Бала уже 4 жыл бойы біз 1-4 сыныпқа дейін береміз ғой. Бір-бірімізді түсініп, жақын бір қарым-қатынаста. Ал бастауыш сыныптардың мұғалімі болудың ең жақсы жақтары қандай және ең көп қуаныш сыйлайтын не? Бастауыш сынып мұғалімі болу, ол 1 сыныптан бастап алғашқы ұстазы боласың. Және ол кезде балаға барлық құндылықтар жан-жақты түсіндіріп үйретуге тырысасың. Яғни біз бастауыш, ол білімнің бастауы ғой. Бала осы бастауышта қалай білім алса, ары қарай да сол қалпы бала кете береді. Бастауышта не айтамын? Ең жақсы жақтары қандай? Ең жақсы жақтары ма? Ең жақсы жақтары барлық сабақтарды, мысалға, барлық сабақтарды үйретеміз, барлық сабақтарды оқытамыз. Тек қана бір сабақты емес. Жан жақты бастауыштың бір ерекшелігі барлық сабақтармен байланысты болып тұр ғой. Мұғалімдер әрдайым даму үстінде және әрдайым бір жаңа нәрселерді үйреніп жатады, бір курстарға қатысып жатады, бір жаңа көрнекілер дайындалып жатады. Бұл кезде әрдайым білім алу керек және даму керек деп жатады ғой. Осыны қалай күнделікті өміріңізбен ұштастырасыз? Бәріне қалай үлгересіз сонда? Ол онсыз болмайды. Біз өз-өзімізді жетілдіруіміз керек, және күнделікті қалып қалмауымыз керек. Бізде мысалға 3 жыл сайын, немесе 5 жыл сайын неше түрлі курстар болады. Оны біз өтуіміз керек, білуіміз керек. Өйткені жылдан жылға программада және оқытуда барлығы өзгеріп жатады. Одан қалмауымыз керек. Енді жанталасамыз, тырысамыз, сабақ, өзіміздің жеке өміріміз бар, мектеп және оқуымыз бар. Онлайн түрде де оқимыз курстарды мысалға. Өйткені балалар бір нәрседен қалып қалмасын деп жанталасамыз. Осы жерде бір түсінбей қалмаса екен деп, үйреніп кетсе екен деп балалар жақсы жақтарынан терең түсінсе, бізге өзімізге содан шабыттанамыз, рахат аламыз. Балалардың алдымызда отырған балаларымыз білімді болғанына. Ал жас мұғалімдер сәтті бастау болу үшін, жұмысының бастамасы сәтті болу үшін не істеу керек? Бірден қалай осы бір қарқынды жұмысқа кіріп кетуге болады? Жас мамандар әрине университет бітірген кезде олар қорқады. Толғаныс болады, қалай болады, мен қалай үйреніп кетемін деп. Алдында мысалға өздерінің жетекші ұстаздарынан мұғалімдер мысалы тәжірибе алады, былай айтқанда сабақтарына кіріп қатысады, үздіксіз жанталасып алдағы буындар мұғалімдарға сабақ алу керек сияқты. Қорқпау керек, ең бастысы өзіне сену керек, өзінің біліміне сену керек жас мамандар. Ал неге мұғалім мамандығы жастар үшін қазірде маңызды деп ойлайсыз? Енді болашағымыз балалар ғой.
балалармен басталады барлығы. Өйткені қазір әр мұғалім мамандығы ол өлмейтін мамандық. Оны енді қалай айтсам болады, негізгі мамандықтардың өмірдегі бірі ғой. Осы мамандық арқылы барлық ұшқышымызда, жаңағы білім немемізде, дәрігерімізде, мұғалімнің өзі де осы мамандық бойынша шығады. Мұғалім негізгі мамандық деп ойлаймын. Ал мұғалім мамандығын еңді таңдаймын деп жүрген, осы мамандықты алып жаралам бекен, қалай болады екен деп ойланыста жүрген білім алушыларға делік не айта аласыз? Қандай кеңес бересіз? Мұғалім мамандығы өте бір ерекше, үнемі ізденісте, талпыныста, бір сарында қалып қалмайтын, жан таласып жүретін мамандық. Ол рахметі де, былай айтқанда, өйткені біз қаншама балаларды оқытып шығарамыз. Оның барлығы өзің оқып кеткен балаларының бір жерде білім алып оқып жатқанын көріп өзің қуанасың. Сондықтан мұғалім болу менің ойымша өте жақсы мамандық деп ойлаймын. Сондықтан жас мамандар ойланбай осы мамандыққа келе берген дұрыс. Ал мұғалімдер күніне әріптестеріңізге қандай тілек айтқыңыз келеді? Әріптестеріме ұстаздар күні құтты болсын, әрқашан жүздері жадырап, жайнап жүре берсін, ұстаздарымыз аман болсын, тек жұмыста шыдамдылық, төзімділік тілеймін, жақсы ата-аналар, білімді оқушылар көп болсын, жылдан жылда көркейіп, жаңарып жүре берсін ұстаздарымыз. Көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге де көп рахмет. Бізді көріп жатқан барша көрермендер өздеріне қажетті ақпарат ала алды деген ойдамыз. Ұстаздар күні құтты болсын.